Сорпамызға жылы сүт қоямыз. Содан кейін тұз, ашытқы және қант қосамыз. Қаймақ және май қосамыз. Барлығын араластырамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 15 минутқа ашытқы көтерілу үшін жауып қоямыз. Ең соңында електен өткізілген ұнды қосып, қамырымызды илейміз. Ұнды барлығын бірден қоспаймыз, азаздан қосып отырамыз. Ұнды електен өткізсеңіз, қамыр жақсы көтеріледі. Қамырды жақсылап илейміз, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қолымызға май жағып, қамырды басамыз. Бетін қайтадан жауып, тағы да келесі көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Үстелдің үстін майлап, қамырды қолмен жайып аламыз. Бауырсақтың қандай болатыны қамырды жайғаныңызға байланысты. Жұқа етіп жайсаңыз, іші ауа толған болып піседі. Қамырды жайып болғаннан кейін бетін жауып 15 минут күтеміз. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырамыз. Бұл бауырсақты ұсынудың бір жолы киіз үй жасаудың рецептісі менің каналымда бар. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікіріңізді қалдырыңыз. Және де каналымды қолдау үшін тіркелуді ұмытпаңыз.